Армысыздар ағайын, сіздермен тағы да мен, Мейірбек Бердібайұлы. Бүгін тағы да өзіміздің сұрақ-жауап рубрикамызды жалғастырамыз. Бізге көптеген азаматтардың қоятын сұрақтардың бірі сіздерге қалай жұмыс істеуге болады, сіздердің командаларыңызға қалай қосылуға болады, Верс академиясына қалай жұмысқа кіруге болады деген сұрақтар көп қойылып жатады. Бүгін соған жауап беруге шешім қабылдадым. Жалпы расында керек, біз қазіргі таңда Верс академиясында өте білікті, өз ісін жақсы білетін азаматтар команда жинай білдік. Бірақ компания үнемі өсіп отырғандықтан бізге де сапалы, білікті мамандар өте қажет. Әсіресе мына қазақ тілі аудиторияда өкінішке орай өз жұмысын керемет сапалы істей алатын, өзіне қызыққан саласын, өзін сол салада дамыта алатын азаматтар өте аз. Көбінесе бізге келген азаматтар, жұмысқа істемек келген азаматтар әлі өкінішке орай өзін өмірде таппаған азаматтар, енді іздеп жүрген азаматтар. Әрине олармен жұмыс істеуге болады, бірақ ол бізден көп энергияны талап етеді. Олардың өмірлік мәнін анықтап бергенше, өмірлік мансабын анықтап бергенше, қай салада мықты екенін анықтағанша біздің көптеген ресурс кетіп, негізгі уақытымды мен сол азаматтарға бөлу керек боламын. Сондықтан біздің негізгі жұмыс барысымыздағы көбінесе өзі бір салада болсын, жақсы маман болып жүрген азаматтар жұмысқа алғымыз келеді. Себебі ондай азаматтар бізге дейін бір жерде тәжірибе жинады, бізге дейін өз бетімен еңбек алды, бізге дейін өз-өзін дамытты. Ондай азаматтармен әрине кім жұмыс істегісі келмейді. Сондықтан Андерс Эриксон деген үлкен ғалым кісі бар, үлкен мамандар дайындау бойынша жұмыс жасайтын. Сол кісі айтады, көбінесе мен командама тұрақты түрде өзін дамыта алатын сондай азаматтарды алғым келеді дейді. Тұрақты түрде күн сайын бір нәрсені жасай алатын, қайтпай еңбек ете алатын азаматтарды алғымыз келеді. Сол сияқты біз де өз командамызда сондай азаматтарды көргіміз келеді. Себебі көп мен осы өзім тәжірибемде байқағаным, бірінші ай өте керемет жұмыс істейді келген азаматтар, екінші айдан бастап өкінішке орай бұрынғы жағдайына түсіп, қайтадан айтқан кезде қазақ тілімен айтқан кезде жел шыға бастайды. Ал бізге көбінесе ондай азаматтар емес, ең біріншіден мен айтпай-ақ өз еркімен инициатива дейді ғой, сол тұрғысынан көрсете алатын азаматтар болса. Және көбінесе мен азаматтарды өздері келген емес, өзін іздеп табуды жөн санаймын. Сондықтан бізге келетін азаматтар ең алдымен өзін жеке бренд дейді ғой, өзін көрсете алу керек. Өзінің сапалы жұмыс істей алатын дәлелдей алу керек. Мен жалпы барлық сияқты бізде кезінде төменгі деңгейден бастадық, кезінде күзетші де болып көрдік, мемлекеттік қызметте істедік. Сондай күндердің бірінде мен күзетші болып жүрген кезде өзіме алдыма бір мақсат қойғам. Бұдан былай мен бұл деңгейге жұмыс іздеп келетін, біреуден жұмыс сұрап келетін деңгейге түспеймін. Бұдан кейін егер мен керек болсам, адамдар тек маған ғана ұсыныс жасау керек деген өзіме мақсат қойып, содан кейін Аллаға шүкір ондай кезеңдер болған жоқ. Қай жерге барсам да, қай жерде жүрсем де көбінесе сырттан мені танитын азаматтар, мені әлеуметтік желіден көріп, менің істеп жүрген еңбегімді көретін азаматтар өздері жұмысқа шақырып, өздері ұсыныс жасаған болатын. Сондықтан мен де көбінесе айтам, егер сен мықты маман болсаң, сен жұмыс іздемейсің, керісінше өзі жұмыс беретіндер сені іздейді. Сен сияқты азаматтарды өзі тауып алады. Сондықтан достар, көбінесе ең алдымен өзімізді дамытайық. Егер сіз айтып отырмын ғой, бізге келетін тағы бір минусы жұмыс іздеп келетін азаматтардың әлі көп саладан кішкене біледі, нақты бір салаға келген кезде ешқандай тәжірибесі жоқ, қабілеттері дамымаған. Ол өте қиын ондай азаматтармен жұмыс істеу. Себебі бізге бағана айтып кеткендей, ең алдыменен бір саланы өте керемет білетін, олардың қатарында интернет-маркетолог мысалы айтады, сен қай саланың мамансың десем, мен интернет-маркетологпын дейді. Ал жақсы, интернет-маркетинг деген үлкен сала, оның ішінде email рассылка деген бар, оның ішінде әлеуметтік желі бойынша SMM маман деген бар, оның ішінде контекстік жарнама жасайтындар бар, оның ішінде таргет жасайтын мамандар бар. Әрқайсысы әр салада бір маман болу керек. Сондай жағдайда ғана мен ол адаммен қызға өзім-ақ бізге жұмысқа келші, бізбен бірге сабақ өткізші, мына салада тренинг жүргізші деп, ол адамды өзін көндіруге ұсыныс жасайтын едім. Сондықтан достар, сіздерден де өтініш, ең алдымен өздеріңіздің сүйетін саланы тауып, сол сала бойынша мүмкіндігінше өздеріңізді дамытыңыздар. Өте мынандай, орысша айтқанда узкий специальность дейді ғой, узкий мынандай мамандық болу керек, сол сала. Мысалы айтады, сен қай салада мамансың десе, мен журналистпін дейді.
ол журналист деген ол үлкен мамандық ол деген жалпы айтқанда жалпылама келеді. Ал оның ішінде журналистика әр сала бойынша спорт саласының журналистикасы бар, басқа саланың журналистикасы бар. Жай ғана спорт саласының журналистикасын өзі бөлінеді, білетін болсаңыздар. Футбол жаңағы журналист, спорт журналисті, жаңағы теннис бойынша маман сол спорт журналисті болып табылады. Сол сияқты ең алдымен өзіңізді анықтап алыңыз. Сіз қай салада мамансыз? Әрине, журналист бола жүріп, бізде жұмыс істеуге де болады. Мысалы, бізде қазіргі таңда бүкіл контент бойынша жауап беретін Айым ханымның өзі журналистика саласында тележүргізуші болған азаматша. Біз оны ең алдымен жұмысқа алған кезде сол редактирование дейді ғой, контент бойынша өте өзін жақсы көрсете білді. Оның міндеттерде әлеуметтік желісін көріп шықтым, өзін қалай жүргізетінін, қалай текстер жазатынын, солардың барлығы оны бізге жұмысқа шақыруға әсер етті. Сондықтан достар, сіздерге де айтарым, әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланыңыздар. Әлеуметтік желі арқылы мен көрейін сіздің қалай өзіңізді дамытып жатқаныңызды, қалай өзіңізді жұмысыңызды сапалы істейтінді. Сол кезде ғана сізге қызық боласыз. Сондықтан болашақта мықты мамандар команда жинауға біз әлі үміттеміз. Мүмкін сіз біздің командада болатын шығарсыз. Егер достар, тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, төменде комментке жазыңыздар. Біз міндетті түрде ең қызықты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сау болыңыздар.